Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қатпарлы қамырдан самса дайындайтын боламыз. Бұл бізде әмбебап қамыр. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен пиязды ұсақтап турап, тартылған етімізге қосамыз. Тұз бұрышты қалауынша қосып, жақсылап араластырып алу қажет. Пияздың молда қосуға болады. Тоңазытқыштан қамырды алып, екіге бөлеміз. 2-3 сағаттай өтті. Оның сеуіп, бөліп аламыз. Таңдаған көлеміне қарай кішірейтіп бөліп аламыз. Қамырды жайып, салмасын салып, қалауынша түйесіз. Өзіме 3 бұрышты нұсқасы ұнайды. Барлық самсамызды түйіп, противенге қоямыз. Пешті 180-200 градус аралығында қыздырып, самсамыз қызарғанша пісіреміз. Қалыңша бетіне күнжіт немесе көкнар себесіз. Мінекейіңіз самсамыз дайын болды. Керемет шықты. Ыстық самсаның иісі үйдің ішін алып кетті. Каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Ас болсын.